14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ержан, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Мен саған бірден айтам, бірақ сен ренжіме. Не болды? Тағы да айтасың ба? Ержан, мен сенің досыңмын ғой. Мен саған тек қана жақсылық ойлаймын. Соны түсінсеңші. Дос деп қояды. Дос болсаң ерік, неменеге маған ақыл айта бересің? Әлде мен тәрбиелеймін деп ойлайсың ба? Сен осындай шаршаттардан. Ержан, неменеге ренжисің маған? Мен сені түсінеді деп айтып отырмын ғой. Көш ерік. Басқа сен ақ маған ақыл үйретпей қойшы. Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақ халқы достық түсінігіне 3 түрлі сипаттама берген. Бір дос бар қан шыққанша, бір дос бар мал шыққанша, бір дос бар жан шыққанша дейді. Дос деп сеніп жүрген жан қандай жағдайда сыр береді? Әлбетте кемшіліксіз адам болмайды. Дегенмен адал дос қайсы, амал дос қайсы? Жалпы біз дос деп кімді айтып жүрміз? Біз үшін бала кезден бірге өскен сыралғы жолдаспен қызметтес, мүдделес жандардың қайсысы қадірлі? Ержан. Не? Бағанағы не сен? Кел сөйлесек. Қойшы. Ақылың басын езіп жақ. Неге олай дейсің, Не болды саған досым? Сен маған дос емессің, түсіндің бе? Ержан, не айтып тұрсың, бауырым? Ұстама. Ары тұршы өзің. Бұл қазіргі жастардың арасында жиі кездесетін жағдай. Жастар шексет, кейін бексет. Немесе араларындағы достық осымен үзілуі де мүмкін. Осы көріністегі Ержан не үшін досына ренжулі? Бұлар расында бір-бірі үшін жан беретіндей адал достар ма еді? Ержан, бақылауда досын саған көмектесетін шығар. Былтырғыдай қиындыққа тап болма. Жүресің сосын 3 айтаға емтиханда тапсырып. Жоқ, мен көмектеспеймін. Өзінің басы бар ғой, өз шешсін. Дегенмен көмектесетін шығарсың. Қанша дегенмен досың ғой? Досым екен рас, бірақ менің білімім оған білім болмайды ғой. Бақылау қиын. Егер дайындалмасаң, былтырғыдай тағы жүресің әуре салсанға түсіп. Қиын ештеңе жоқ. Оқыса, дайындалса, шешілмейтін есеп жоқ. Дұрыс қой, бірақ әркімнің деңгейі әрқалай. Ержан өткен жылы емтихан тапсырып алған жоқ. Елдің бәрі сен сияқты вундеркинд емес қой, Ерік. Ол енді әр адамның өз мәселесі. Менің Ержанның ойлау қабілетіне қатысым жоқ. Кейде дос деп жүрген жанның көңіліне қарамай дөрекі сөйлеп жатамыз. Сосын досым ғой, түсінер деп мән бермейміз. Абайша айтсақ, бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірін сөйле сөзің тосып, біріңді бірің ғизат құрмет тұтқын тұрғандай бейне қорқып жаның шошып. Еріктің манағы сөзінің жаны бар. Дегенмен, бұл жердегі мәселе ойды дұрыс жеткізе алмауда болып тұр ғой. Қанша жерден дұрыс сөз болса да, оны сыпайылап айтпасаңыз, досыңыздың көңілі қалып, өкпе-ренішке себеп болуы мүмкін. Әрбір әзілдің де орны бар деген осы. Ержан, бақылауда досың саған көмектесетін шығар. Былтырғыдай қиындыққа ұшырап қалма. Жүресің сосын 3 ай қайта тапсырып. Әрине, Ерекеңнің өзі де сәл тырысса емтиханнан өтеді ғой. Біз де қолдан келген көмекті аямаспыз. Дұрыс. Дос деген осындай қиын қыстау сәтте бір-біріне жәрдем болмай ма? Дұрыс айтасың. Біз үшін ең үлкен сынақтың бірі осы бақылау. Білім алуға әркімде қабілеті бар. Тек сәл тырысса болған. Дайындалып жатырмын. Ерік досыма да көп рахмет. Жігіттер, былтырғыдай болмайды деп үміттенемін.
Көрдіңіз бе, жақсы сөз жарым ырыс. Бұл досыңыздың жанын жадыратып, ертеңгі күнге деген үмітін оятады. Өмірде небір қиындықтар болады. Сол сәттерде досыңызға тіреу болу үшін жанашырлықпен айтқан жылы сөзіңіз қажет. Сондай-ақ досыңыздың сырына құлақ түріп, жанашырлық танытуда шынайы жолдастықтың белгісі. Саған айтпағанда кімге айтамын? Үйде ақша жоқ, қиын болып жатыр. Әкем жұмыстан шығып қалды. Анам ауырып отыр. Не істесем екен, а? Мен мүмкін жұмыс іздейтін шығармын. Бірақ сабақ не болады? Не ақыл қосасың, Ерік? Айтшы, не істейін? Біз әке-шешемізге, жақын туысымызға айтпайтын кей сырымызды досымызға айтамыз. Өмірімізде қиындық туындаса да досымызбен ақылдасып жатамыз. Бірақ біреуді тым дос тұтпа, бәлкім бір күні жауың айналар. Біреуді тым жек көрме, бір күні досың айналар деген ғибратты сөзді жадымыздан шығарып аламыз. Дос демеш маған, Ерік. Сен маған дос емессің. Ержан, мұның не бауырым? Ұстама. Артыр қолыңды. Сырың белгілі ғой маған. Менен аулақ жүр. Достар бір-бірінің жетістіктеріне қызғанбау керек. Себебі өмірде болады ғой, бірде жеңіліс бар, бірде жеңіс бар деген сияқты. Дос деген ол бір-біріне сүйеніш болу, әрбір жағдайда қолдау көрсету. Ержанға не болған? Неге сонша ашулы? Шынымды айтсам, одан ондайды күтпегенім. Араласпаса өзі білсін. Ерік, сен грант оқисың. Жақын арада қызыл дипломға бітіресің. Өткен айда көлік алдым. Ал Ержан болса әлі емтиханда тапсыра алмай жүр. Оны да түсінуге болады ғой. Өзінен көрсін. Жалқау ғой ол, оқымайды. Мен не істеймін енді? Жағдайын сұрап қой. Адам деген жақсы көретін адамны ғана өкпелемей ма? Соны да ұмытпа. Рас. Кейде көңіліне тиіп қатты қалжыңдайтыным бар. Бірақ жек көріп кететіндей ештеңе естіген жоқпын ғой. Ерік ренжіді ма? Неге? Дос деген жағдай сұраушы еді. Өзінен басқаны ойламайтын адам екен. Не болды? Не істеп қойды? Ол ештеңеге бас қатырмайтын адам ғой. Көңілде қызғаныш бара-бара жек көрінішке ұласып, бір кездегі достар бет көрмес дұшпанға айналып шыға келу оңай. Ендеше досыңыздың алдында да жетістіктеріңіз туралы абайлап айтқан жөн. Адам сондай күрделі жаратылыс. Не шара? Мен мүмкін жұмыс дейтін шығармын. Бірақ сабағым не болады екен? Не ақыл айтасың, Ерік? Айтшы, не істеймін? Міне, мына көлікті қарашы. Қалай екен? Жақсы ма? Иә, жақсы екен. Алған соң қымбат көлік алу керек. Менге әкем берген 4 миллион теңгем бар. Оқымды бітірдім. Ешқандай мәселе жоқ. Енді тек дұрыстау көлік алсам болды. Жағдайы жоқ адамның қасында дәулетіңіз жайлы айтып, масаттанбаңыз. Қызғаныш деген қызыл ит. Ол адамдардың достығына кесірін тигізеді. Досым, мынау саған. Не үшін? Жай сыйлық қой. Рахмет, досым. Негізі шынайы достың арасында қызғаныш болмайтын сияқты. Ал кейбір былай араласып жүрген адамдардың арасында болады қызғаныш. Достардың арасындағы қызғанышты жою, ол бір-біріне сыйлық беру. Менің досым бар. Оның аты Мансұр. Біз бірге ойнаймыз, менде дос көп. Университетте достарым бар. Ауылда да достарым бар. Біз барлығымыз мейрам сайын бірге қыдырамыз. Менің жан құрбым бар. Ол достықты өте жақсы бағалайтын адам. Дос деген ол сырласып, мұңдасып, мұңды бірге шағатын адам. Енді құрбы деген жас кезінде болды ғой. Қазір сырласқандар көршілерім бар.
ең жақсы құрбым көршім ғой қазір. Дос деген өзі көп адам дос бола бермейді. Адамның екі дүниесіне алаңдап, қателігін жанашырлықпен айтатын адамды дос деп санаймын өзім. Ақсақалдың сөзі көңілге қонымды. Біз көп жағдайда дос деген тек ойын сауықта, көңілді кештерде бірге уақыт өткізетін адам деп түсінеміз. Бейбіт заманда дос болу қиын емес. Достық қуанышпен қатар қиыншылық пен қайғыда да сыналады. Тарихқа көз жіберсек, Абылай мен Барақ батырдың, Қарасай мен Ағынтайдың, Махамбет пен Исатайдың достығы жаугершілік заманының тезінен өтіп, өмір мен өлімнің арпалысында сыналған адал достық еді. Әлбетте достыққа адал болу үшін жаугершілік заманда өмір сүру шарт емес. Ерікті көрдің бе? Білмеймін. Мен қазір онымен араласпаймын. Ой, сендерде бір ер жігітке жараспайтын не қылық осы? Қалт сылт етіп. Жасын, маған оны айтпай ақ қойшы. Өзінен басқаны ойламайтын адам емес бұл. Енді не істеу керек еді ол? Жайылып жастық, еліп төсек бола беру керек пе? Ол әрдайым сен туралы жақсы пікірде. Ал сенің айтып отырғаның мынау. Ұят емес пе, Ержан? Доста пенде, одан үнемі ыстық ықылас күте беруге болмайды. Достың да баса ұрады, балтыры сыздайды. Сондай жағдайларда түсіністік таныта білу керек. Ерік, Ержанмен сөйлесші. Өзі келсін, мен бармаймын. Ол сен туралы үнемі жақсы пікірде, сені досың деп санайды. Болмайтын нәрсеге реніше бермесеңдерші. Достасыңдар енді. Адамдардың арасын жарастыру расында құрметке лайық қылық. Досыңыздың сіз жайлы жақсы пікірде екенін үшінші біреуден есту жүрекке қуаныш ұялататын керемет сезім. Ержан, сен достықты қалай түсінесің? Енді мен анық айта алмаймын. Бірақ білетінім, адамдар дос болайық деп болмайды. Міне, біз нағыз доспыз солай ғой. Әрине, кейде менің артық еткен жерлерім болған шығар. Көңіліңе қарамай дөрекі әзілдеген болармын. Бірақ ол менің қателігім. Мен сені нағыз дос деп санаймын. Егер артық еткен жерлерім болса, кешір мені. Ерік, сен де мені кешір. Пенделікке салынып, сен туралы жаман ойға барғаным үшін өзінің алдында айыптымын. Кешір. Достың да досы болады ғой. Өйткені нағыз дос ол қиыншылықта өзін көмектесе алатындай көрсетеді. Шын дос кейбір жағдайларда қоғамда кездесіп жатады, шын доспыз деп жатады, бірақ белгілі бір жағдайда оларды жарты жолдан тастап кетіп жатады достарынан. Нағыз достықты, яғни қиыншылық сәттерде ең бастысы қуанған кезде, қуанған сәтінде әрқашан досың жанынан табылатынын білсе, айтады ғой, 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дейді. Сен қандай бір үлкен қиыншылыққа түссең, сол кезде сенің қасына табыла білген досыңды сен нағыз дос деп санаймын деп ойлаймын. Достық бұл тілектің, көзқарас пен рухани құндылықтың ортақтығы. Адал достар бір-біріне жаны ашып, кемшілігін түзетуге тырысады. Алыс кетсе сағынысып, іздеп тұрады. Ержан, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Мен саған бірден айтам, бірақ сен ренжіме. Әрине, айта бер Ерік. Талай жастар досының қисық әдетінен үлгі алып жүр. Дос айна секілді. Әлгі досыңды айт, кім екеніңді айтайын деген сөздің мағынасы осы. Өзім ұнатқан дүние досымда да болсын дейтін жан шүбәсіз шын дос болса керек. Ал сіз кіммен дос болып жүрсіз? Мұны да бір ойлап, саралап алу артық етпес. Шын дос мыңның бір екенін ұмытпайық. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Ержан, мен сенің досың. Сондықтан мен саған тек қана жақсылық ойлаймын. Сен соны түсінші. Рахмет саған, Ерік. Нағыз досы сендей ақ болсын.